Сәлем баршаңызға. Пряник печеньесін көптеген тәсілдермен дайындауға болады. Бірақ мен осы рецептте қарапайым пряник печеньелерін қалай тез әрі дәмді болып шығатын тамаша және жеңіл дайындау жолын ұсынамын. Міндетті түрде дайындап көріңіз. Видеоны соңына дейін қарап, рецептім ұнаса лайк басып, каналыма тіркелуді ұмытпаймыз. Ендеше бөлме температурасындағы сары майымызға қантымызды қосып, кейін ванилинді қосып, қантымыз ерігенше біркелкі араластырамыз. Кейін массамызға бөлме температурасындағы қаймағымызды және бір жұмыртқамызды қосып, біркелкі болғанша араластырамыз. Соңынан массамызға шым-шым тұз қосып, електен өткен ұнымызды қосып аламыз. Содан соң қопсытқышты қосып, магымызды қосып, қамырын илей бастаймыз. Нәтижесінде бізде өте жұмсақ, әрі нәзік, қолға жабыспайтын қамыр шығады. Қамырды илеп болған соң шетінен алып, пряниктің домалақ формасын жасайтын боламыз. Әр бөлікті 25 граммнан өлшеп бірдей әдемі пішінін шығаратын боламыз. Одан кейін пергамент төселген формамызға арасын алшақтау етіп орналастырамыз, яғни тез көтеріліп ұлғаяды. Алдын ала қызып тұрған пеште 180 градуста 20 минут пісіріп аламыз. Пряник сәл көтеріліп шеттері қызарса, яғни ол дайын. Тұрған бойда салқындатып, тәтті шайымызға ұсынамыз. Пряниктің басқа қамыр түрлерімен салыстырғанда, бұл пряник ең оңай дайындалады және өте жылдам пісіріледі. Бірге кесіп қарайық. Бұл пряниктер өте жұмсақ, әрі өте тәбетті көрінеді. Ендеше сіз пряник печеньесін қалай жасау керектігін біле отырып, бұны балаларға тіске басар ретінде оңай жасай аласыз. Әрі мұнда ерекше тағамнан кез келген адам бас тарта алмайды. Ас болсын.